Тоқаев мырзаға үндеу. Халықты террорист деп жала жауып, өзіңізді ақтаудың амалы екенін тағы анық. Бірақ мен Европада отырған қазақтардың бірімін. Бүкіл ООН-ға, Америкаға, Бельгия, Швейцария, Франция, Италия, Норвегия, Германияға жеткізетін қазақтардың бірімін. Шындықты айтатын кез келді. Қазақстанда адам қинау мәселесі өте көп. Қазақстанда коррупция мәселесі өте көп. Қазақстанда билікке таласып отырсыздар. Халықты ойлап отырған ешкім жоқ. Қара халық көшеге шыққан, халықты пайдаланып, билікке таласып, халыққа мародер, террорист деп, бандит деп статья тағып, қазір халықты түрмеге жапқандарыңыз үшін жауапқа тартылуларыңыз керексіздер. Ол үшін біз де бұл жақта әрекет жасаймыз. Европадағы қазақтар. Біз тыныш отырмаймыз. Өз үндеуімізді айтып отырмыз. Сіз жақын жердегі көрші ауылдан көмек сұрағанша неге сіз халықтан көмек сұрамадыңыз? Дәл сіз осындай ақ адам екенсіз, халықты ойлайтын адам екенсіз, қазір өзіңізді ақтап алғыңыз келіп отыр ғой. Ол мүмкін емес. Сіз Назарбаевпен біргесіз. Назарбаев сияқты сіз де бандитсіз, мародерсіз, криминалсыздар. Мафияның ең ордасы сіздерсіздер. Сол үшін орынды босату керек. Қазақстанда лидер жоқ емес. Неше түрлі лидер, батыр қазақ жігіттеріміз өте көп. Олар басқаралады қазақты, Қазақстанды өзгерте алады, Қазақстанның байлығын бүкіл халыққа жеткізе алады. Сіздер ұқсап, бүкіл банкті егелеп, бүкіл банктің егесін егелеп, халыққа деген қандай процентпен сіздер кредитке ақша бердіңіздер? Қандай процентпен? Ондай бүкіл дүние жүзінде сіздер бергендей процент жоқ. Европа бойынша 2%-тен 4%-ке дейін беріледі кредит. Одан қалса, таблица Менделеевтің бүкіл байлығы бар Қазақстанда. Сол байлыққа әлі тоймадыңыздар ма? Не керек сіздерге? Халыққа бостандық керек. Халыққа тыныш ұйқы керек. Өз-өзін өлтіріп жатқан аналар 9-шы этаждан тастап, өз балаларын тастап жатқан аналар. 9-шы этаждан лақтырып өлімге тігіп жатқан, басын тігіп жатқан халық. Өз-өзін өртеп жатқан халық. Неге? Оның бәріне кінәлі сіздерсіздер. Қазір халықты террорист деп халыққа жала жапқаныңыз үшін біз қарсы тұрамыз сізге. Сіз бірінші террористсіз. Халыққа қарай оқ атқан адам сол террорист. Халыққа қару жарақтар атқан Назарбаевтың бүкіл ұрымбұтағы, КНБшниктар, аэропортты жаққан КНБшниктар, акиматты жаққан Назарбаевтың қол астында жүрген шестеркалары, сіз не деп, неге сіз өшіресіз қазіргі? Неге сіз егер сіз дәл шын лидер екенсіз, неге сіз өшіресіз связьді? Бүкіл дүние жүзі көру керек еді шындықты. Неге сіз өшіріп тұрсыз? Бүкіл дүние жүзі естейтін, халық жан жүрегіндегі жарасын айтатын кез келгенде сіз мүлдем связьді өшірдіңіз. Неліктен? Себебі өзіңіздің қылмысыңызды жабуыңыз керек. Сол үшін сіз қылмыскерсіз, главный. Мен Италияда отырған қазақпын. Қорықпаймын мен сендерден. Қорықпаймын, бірақ мен әрбір қазағым үшін жүрегім ауырады. Әрбір қазағым үшін. Шырылдатпаңдар, жетеді. 30 жыл жылатқандарың, 4 аяқтап қазақты мал қылғандарың жетеді. Тоймайсыңдар ма? Байлықты алдыңдар ғой, кетіңдер. Сендерге не керек? Болды. Қазақстанда 17 миллион халық бар.
131 нацияның ішінде, соның ішінде 5-6 миллионы қазақ шығар. Неге олар құл болу керек? Намыстарың қайда? Намыссыз, ұятсыз, әділетсіз билікке не деп абыроймен отырам деп отырсыздар. Билікке отыру үшін адамда абырой керек. Абырой жоқ адамға қалай сенуге болады бұл өмірде? Айтыңыздаршы. Неліктен? Біз Европадан 100 жыл арқадамыз. Неліктен? Сіздердің арқаларыңыз. Байлықты әлі бөлісе алмай жатырсыздар. Өздер еш уақытта халық өзінің, ол аэропортта халықтікі, акиматта халықтікі, банкта халықтікі. Бірақ маған да емес, ешкімге емес деп Назарбаевтың шестеркалары бәрін жағып өртеп халыққа жауып отыр. Ол неге, неліктен? Қане шындық? Шындық қане? Бірақ мен айтамын, қылмыскер нағыз сіздер. Қазір өтірік пайдаланып билікке отырсаңыз да, халық үшін өте қатты қызмет жасауыңыз керек. Абырой жинау үшін. Тек қана Назарбаевтың қалып кеткен кілең шоқпарларын қамап, тек қана абырой жинайым деп ойламаңыз. Сіз де жауаптасыз. Нағыз сіз Қазақстанның президенті боламын десеңіз, халыққа бірінші кредитті бәрін жою керек. Халық қарыздан шығу керек, тыныш ұйықтау керек біріншіден. Өз-өзін өлімге тікпеу керек. Фабрика, заводтар салыңыздар. Социальный организациялар жұмыс істеу керек Қазақстанда. Әрбір семьяда 3 баладан артық бала болса, әрбір семьяға кіріп, қандай көмек керек деп үкіметтен, биліктен көмек берілу керек. Қазақтың болашағы осы өсіп келе жатқан жастар емес пе? Не көрсетіп отырсыздар? Қазақстанға жала жауып, өтірік ойнап, небір қазір балапандар 14, 15, 18 жасар балалар көшеге шықты. Түк білмей, бөліп те кетіп жатыр. Олардың не кінәсі бар? Неге пайдаланасыздар қара халықты? Жетеді ғой. Қазақ сияқты кең, ең ұлы, қонағына төрін беретін, өзі далада жататын. Бұндай халық дүние жүзінде, әлемде жоқ. Сіз террорист деп осы халықты таныстырып отырсыз. Значит, бірінші сіз террористсіз. Соны ұмытпағайсыз. Сізге кету керек. Нағыз сіз Қазақстанды ойлайым десеңіз, Назарбаевтың бүкіл преступлениясын ашып, жариялап, жақсы орынды мекендейм десеңіз, үлкен ақсақал боласыз. Бірақ президенттікке сізге жол жоқ. Сенім жоқ себебі. Сенім жоқ. Сенбейді халық. Үндемей отырған кімдер үйде қазір? Біреудің баласы милицияда жұмыс істейді, біреудің баласы дәрігер, біреудің баласы мұғалім, біреудің баласы акиматта істейді. Сол кісілер шықпай, балалар үшін шықпай, қорқып үйде отыр. Осы қорқуды қашан қоямыз? Сіздер отырғанда біз қоя алмаймыз. Шындықты айтқан үшін неге халық қамалу керек? Демократия дедіңіздер, демократия жоқ. Міне мен айтып отырмын демократия. Осы айтқаным үшін мені Европада, Америкада ешкім қамамайды. А Қазақстанда болса мені қамайды. Пожизненное заключение береді. Қамағанда да 3 күнде қандай қиянат жасайды? Артқы проходтан преспен су айдайды. Ыстық су. Одан қалса 40 градусқа аязға тыр жалаңаш далаға тастайды. Одан қалса басыңа пакет кигізіп, қолыңа кісен салып, 4-5 қазақтың жігіттері бір адамның үстінен издеваться етеді. Сол кезде ол адам барлық приговорға дайын. Қандай алдына қағаз әкелсеңіз де соны қол қояды. Тек қана жанын аман қалау үшін. А қазіргі жастарды не істедіңіздер?
Неге тағы пайдаландыңыздар? Қазақтың жастары, балапандары, қазақтар террорист емес. Қазақстан елі террорист емес. Мен бүкіл дүние жүзіне айтқым келеді. Террористер биліктегілер, бандиттер биліктегілер, мафия, мародерлардың бәрі биліктегілер. УБОП, РУБОП, РОВД-ның бәрі бандиттер. Проституция, наркотиктің бәрін басқаратын УБОП, РОВД, уголовный розыск, криминальный полиция кімге сенуге болады? Не істесін бейшара халық? Не істесін? Олар тек қана көшеге шықты. Жүрегіндегі жан айқайын айтып. Олардың не кінәсі бар? Мен бұл үндеуімді Тоқаев мырзаға жолдап отырмын. Тоқаев мырзаның арқасында бүкіл дүние жүзіндегі әлем көрсін деп осы үндеуімді жолдап отырмын.